Сіздің мантыңыз піскен кезде жарылып, қамыры езіліп, ойыңыздағыдай шықпай ма? Ендеше менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Бұл рецепті бойынша жасасаңыздар, сіздерде мантыларыңыз суы ағып, қамыры жарылмай, керемет болып пісетін болады. Бұл рецептімен мен өзім дайындаймын. Бұл мантыны жеген адамдар міндетті түрде менен қамырының рецептін сұрайды. Сондықтан достар, сіздер үшін рецептін түсірдім. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керекті барлық ингредиенттердің өлшемін астында описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден көре аласыздар. Бірінші кезекте қамырын дайындаймыз. Жылы, яғни салқындау, қан жылы суға бір жұмыртқаны тұзды салып араластырып аламыз. Бірінші кезекте ұнымыздың ортасын ашып, жаңағы суды құямыз. Құйғаннан кейін араластырып, қамыр илейміз. Бізде қамырды илеген кезде қамыр қатты болады. Қатты болды екен деп су қосып жібермеңіздер. Салафанмен бетін жауып 5-10 минутқа демалтып қойыңыздар. Кейіннен қамырды қайтарып қайтадан жұмсартып илеңіздер. Осылайша 1-2 қайтарап жасасаңыздар, сіздердің қамырларыңыз қатты да емес, жұмсақ та емес, өте идеальный болып шығады. Біздің қамырымыз дайын, салафанға кигізіп демалтып қоямыз. Біз начинкасын дайындағанға дейін қамырымыз өте жұмсақ болып тұрады. Еттің үстіне асқабақ, пияз және де тұз, дәміне қарай қара бұрыш саламыз. Оның үстіне шамалы сұйық май құямыз. Мына жерде біздің мантымыздағы фишка су құятын боламыз. Суды құйып араластырамыз. Барлығы толықтай бір-біріне араласу керек. Осылайша біздің мантымыздың салмасы дайын. Қамырды өзіңіздің ыңғайыңызға қарай 2 немесе 3 бөлшекке бөліп жайсаңыздар болады. Менде оқтау кішкентай болғаннан кейін 3 бөлшекке бөлдім. Көріп тұрғандарыңыздай қамырдың июі керемет болып қанған. Осылайша қолымызбен жақсылап басып, қамырды жаятын боламыз. Бізде жұқа мантының қамыры дайын болды. Барлық жерге біркелкі тегіс етіп жаямыз. Кейіннен пышақтың көмегімен өзіңізге керекті мөлшерде бөліп аламыз. Барлығы біркелкі болу үшін видеода көріліп тұрғандай жасасаңыздар, сіздердің мантыларыңыздың көлемі бірдей болады. Және де шеті, яғни 3 бұрыш, 4 бұрыш шетіндегі артық қамырларды алып тастап, тек қана төп 4 бұрыш жерін қолдансаңыздар, сіздердің мантыларыңыздың көрінісі әдемі болып көрінеді. Салмасын саламыз, және де 4 бұрышын бір-біріне әкеліп басып, қатты қысып мантыны дайындаймыз. Осылайша қатырып қойсаңыздар болады, немесе мен сияқты тура асып пісіре берсеңіздер болады. Қамыры жарылмайды, өте жабыспайды, керемет болып шығады. Қайнап тұрған суға қойып 45 минут пісіреміз. Біз мантымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай. Біздің мантының қамыры жылтырап, жабыспай, езілмей күшті болып піскен. Осылай достар, міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіздер. Қазір сіздерге мантының ішін көрсететін боламын. Қамыр жыртылмаған, ешқандай тесілмеген. Ішіндегі начинкамыздың сорпасы ағып, өте дәмді манты болып шығады. Сіздер де осы рецепті бойынша жасаңыздар. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Ақбота. Келесі кездескенше.